Айсымен деген адам түрмедегілерді қорқытып, бұл араның атаманы болып алу үшін әтейден әтей түрме атаманы болған Монроға тиісіп, онымен қоймай, Монроның қолшоқпарын ұрып, бұл аз дегендей бізге қосыл деп алдына келген қарақолдар тобының атаманынан тартып ұрып, қарақолдардың бесеуін ауыр жарылап, түрме қарақолдары Айсеменің келісіп түрменікі деп бұлайша құтырғанына төзе алмай, оны зинданға қамап қинағылар келгенімен де Айсемен бокста әлем чемпионы болғандықтан миллиондаған қолдаушылары бар, өте абыройлы, байланысты күшті болғаны үшін түрмеміздің жаман атағы шығып кетпесін деп ойлап, Айсеменге тек ақыл тәрбие айтудан басқа амал істете алмайды. Ал Айсемен болса, басқаларға тиіскенін тоқтатпай қойғандықтан, бұған түрмедегі басқа қылмыскерлер тіс қайрағандарымен бәрібір Айсеменге шамаларының келмейтінін біліп үндемей жүреді. Бірақ сонда да бұған шыдай алмағандары, ешкіммен достасқың келмейтінін естідік. Талаптарың тым жоғары деп есептемейсің бе? фильміне ақша жүк беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Айсемен өзіне әңгіме айтқандарды жаңағыдай ұрып талдыра бергендіктен, бұл түрме қарауылдарының басын қатырып, Айсемен атаман болмай қоймайтын сияқты. Біз Монроны басқа түрмеге жөткесек, Айсемен өзін атаман болдым деп ойлап, ендігәрі біреуді ұруын тоқтататын шығар деп ойлап, Монроны басқа түрмеге ауыстыруды жоспарлап жүргенде, Ақбас шал бұл мәселені шешудің бірден бір амалы Монро мен Айсеменді сахнада кездестіріп, екеуіне жекпе-жек ұйымдастыру деп ойлағандықтан, оның үстіне Монрода Айсеменде әлі жеңіліп көрмеген чемпиондар болғандықтан, екеуінің жарысы зор дүмпу қозғап, мол ақша табуға болатын орай деп ойлағандықтан, түрме бастығына ойын айтып, әрі байланысы арқылы жоғарыдағыларға да ойын жеткізіп, жекпе-жек ұйымдастыруға рұқсат алады. Бірақ екеуін төбелестіруде оларға пайдалы бір жағдай жасалмаса, олардың босқа төбелеспейтінін ойлаған Ақбас, бұны Монроны шақырып, оған ойын айтып, егер Айсеменмен төбелессең, жеңсең де жеңілсең де, жарыстың кірімінің 40%-ын саған беремін деп, Монро өмірлік қамақ жазасына кесілгендіктен, көп ақшаның қажет жоқ болса да, сыртта қарындасы бар болып, оның жағдайы өте қиын болғандықтан, жарыстан алған ақшамды соған берейін, ол өмірін өзгерсін деп ойлаған Монро мақұл болса, Ақбас Айсеменнің қорғаушысымен байланысып, Айсеменнің жекпе-жекке шығуында қамтамасыз етіп қояды. Яғни, егер Айсемен бұл жекпе-жекке шықса, жеңсе де жеңілсе де, жаза мерзімі 6 жылдан 1 жылға қысқарту болып, бұл талапты естіген Айсемен екіленбестен жекпе-жекке қосылады.